Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Қаламқас. Бүгін сіздерге өте керемет, нағыз ыстық күнге арналған лимонадты сусын дайындаймыз. Яғни лимонадты сусынымыз үш ақ заттан тез, оңай дайындалатын рецепті ұсынамын. Шын мәнінде өте оңай дәмді сусын. Ең алдымен мұздатылған апельсин мен лимонымызды кішкене бөлшектерге бөліп, дәнектерден ажыратып алып, блендерге саламыз. Блендердің көмегімен немесе ет тартқыштың көмегімен өткіземіз. Майдаланған массамызды шұңғыл ыдысқа салып, үстіне салқын су, яғни мен салқын су құйдым, 4 литр су құйдым. Сіздерде қайнаған су құйсаңыздар да болады. Әрине қайнаған су құйған дұрыс, шекер тез ериді. Жақсылап араластырып, екінші ыдысымызға осы массамызды ситодан өткіземіз. Ыдысымызға құйып, жақсылап араластырып, графинімізге құямыз. Дайын болған шырынымызды осындай стакандарға әсемдеп, бір лимонның тілігін алып әсемдеп жасауға болады. Өте пайдалы шырын, яғни бұл шырынның құрамында С витамині өте көп. Балаларға жасап берсеңіздер болады. Мен сіздерге кеңес берерім жасауға, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет.